Ал бүгін біз қонақ күтуге арнайы осылай дастарханға заттар алдық. Анпакингчик сіздерге көрсететін боламыз қазір. Ал тамашаласаңыздар болады. Бізге осындай ет ауқаттың қамырына данинаның ұйын алдым. Конфетке осындай барбарис алдым. Мынандай мармелад алдым. Элитаның шоколадын алдым. Батончик алдым. Мен бұларды грамдап алдым. Парварда мен өзім шай ішкен жақсырым, сол үшін алдым. Мына жерде конфетіміз бар, науатымыз бар, тағы да конфетіміз бар. Енді үйге өзімізге бермекшіл. Бұл жерде халвамыз бар, мейізіміз бар, дәнегіміз бар, творог бар. Мына жерде бізде салаттарға негізі арналған чим-чим приправалар, мындай нелер. Бізде индика бар, сосын барып фарш, нұрлының фаршы самсаға, голем, бізде теста, жаңа слаймный теста, бізде емердің сыры бар, шедройль ет алдым. Бұнда жаңа қамырларға қолданамыз. Салатқа бізде кукуруз, мына жерде горох, бізде бесетілік май, сосын мынандай кесе деген чай алдым. Бізде жаңа аштық бұны. Мен бұны бірінші мәрте алып жатырмын. Ішінде осындай кесесі бар екен. Мына жерде бізде суларымыз, арулар, мына жерде жандарым деген жерде пиконың соқтарын алдым. Сарағаш, фанта, кола барлығын алдым. Кешке өзіміз шаққанға осылай пісте алдым. Бізде севинчтің тортын алдым. Севинчтің тортын дәмі әдемі болады. Сосын мына жерде нәрленнің несін алдым, жұмыртқасын алдым. Сгущенка алдым, жаңағы неге чак-чакқа. Не жерде сабызымыз бар, неде баклажанымыз бар, неде қияр бар, шабдалы бар, алма бар. Алма деген күшті екен енді. Бізде банан бар, сосын кейін осындай жүзім бар. Қауынымыз бар, ашықта дарбызымыз бар. Өзімізге үйге осындай порошок, гель, сабын, қазанғырғыш деген сияқты, кеуір деген сияқты заттар алдық. Енді осы заттардың барлығын қаншаға ақшасы, қаншаға шықты деп ойлайсыздар, комментарийға жазып, маған тіркеліп, лайк басуды ұмытпаймыз.